Ел жұртым аман ба? Міне қазір биыл персик берді. Қазақстанский персик ультра ранний дейді. Ең бірінші пісетін персикте. Көрдіңіздер ме? Бұл 80-100 грамм болады үлкейгенде. Кейде 130 болады. Несіне байланысты өскеніне. Оларда ауру жоқты, қатты ауырмайды олар. Көрдіңіздер ме, жапырақта курчавость жоқ жапырағында. И зимостойкий. Бұның тамыры, вишняның тамыры да. Вишняға еккен ғой. Біздің климатқа шыдайды Қазақстанға. Биыл алдыңғы жылы отырғызғам двухлетканы. Бұған уже 3 жыл оқылды. Биыл беріп отыр персиктер. Қазақстанский. Ең бірінші бұл пісетіп бұл персиктер. Басқа персиктерден көрі бірінші пісет міне. Көрінді түрі уже әдемі болып жатыр. Міне. Тасуға да неге де жақсы бұл товарный персиктер. Міне өсіп отыр. Міне биыл енді дәмін көреміз. Мынау енді немецкий персик. Бұның түсі әппақ болады піскен кезде. Бұл японский персик пен немецкий персиктің бірге араласқаннан шыққан не ғой? Будандастырған бір-бірін. Бұны ең жақсысы апрельдің бір 25-не дейін бүршігі ашылмайды. Бұл асықпай ашылады. Біраз зимостойкий жақсы тоже. Әдемі персик. Биыл отырғызып отырмын осыны. Көреміз биыл қалай беретін. Міне тағы да бір персик. Биыл өсті. Қазір биыл берді. Биыл бірінші жылы берген персик міне. Қазір көрсетейін. Міне персиктер. Шабдалы дейді ғой, шабдалы. Қазақстанда да өсіруге болады міне. Бұның бәрін тамырлары, вишняның тамыры да бір-бірін будандастыруға болады міне. Қазір көрсетейін. Көрінсін, бәрі нелер өсіп отыр.